Құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналының дамуына үлес қосып жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ешкімді сөгіп тілдеме, адамның бәрі бір пенде. Артық айтып сен деме, жігерің жетсе үндеме. Пәтуәсіз көпіріп, әр ісінен мін көрме, қатесін басып бетіне, қадырын кетіп күндеме. Шықпаса жылы жақсы сөз, салмақсыз текке сөйлеме. Шапаның алтын болса да, жаға менен жең керек. Ұлың патша болса да, ағайын мен ел керек. Аман болсын әрқашан туысқандар, туысқанмен ренжісіп ұрыспаңдар. Бір туысың ол сенің бір қамалың, қамалыңды құлатпай тік ұстаңдар. Жүрекке дүние кірсе, кең әлемді тар қылар. Жүрекке иман кірсе, тар әлемді кең қылар. Ризамын өмірге келгеніме, азды көпті қызықты көргеніме. Бұл жалғанның түбіне жеткен бар ма, тәубе дедім Тәңірдің бергеніне. Көздер сөйлей алады, қуаныштан күле де, жылай да алады. Көздермен естен адастыруға да, жылата да аласың. Сөздермен алдауға болады, бірақ көзбен алдау мүмкін емес. Адамның көздерінде тылсым күш жатыр. Сыртыңыздан жамандайды күндейді, сен өтірік жақсы болып жүр дейді. Айтам десе айта берсін тоқтамай, есті адам оған құлақ түрмейді. Сабырыңды ақылыммен басып бақ, ақылы бар адам ғана гүлдейді. Өсекшілер қорқақ иттер сияқты, сырттан ғана, қарсы алдыңнан үрмейді. Жаман адам шалып жатса құлатып, жақсы жандар қолын беріп тұр дейді. Сондықтан да ерген сөзді елеме, олардікі қаңқу өсек құрмейлі. Өмірге түңіліп қарасаң, төгілесің. Жеңіл қарасаң, жеңілесің. Ойланып қарасаң, түбіндегіні көресің. Ойнақтап қалсаң, шұңқырына түсесің. Бағалай біл де, бағытыңнан тайма. Түрлі адамдар түрліше күн көреді. Біреулер су, біреулер у береді. Сен өмірге келіп те үлгермейсің. Біреу сені жамандап үлгереді.